Швейцариялық ірімшік әдісі. Бұл тапсырмаларды біртіндеп орындауға мүмкіндік беретін уақытты басқару және жоспарлау әдісі. Бұл әдісті күрделі, түсініксіз, жағымсыз тапсырмаларды орындауда және жұмысты кейінге қалдырып жүрген жағдайда қолдану өте тиімді. Бүгінгі видеода швейцариялық ірімшік әдісі жайлы толығырақ айтатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Швейцариялық ірімшік әдісін американдық тайм-менеджмент маманы Алан Кейн ойлап тапты. 1973 жылы ол уақыт өнері кітабын жарыққа шығарды және сол кітапта техниканы алғаш рет сипаттады. Кітап тез арада танымал бестселлерге айналып 3 миллион данамен сатылды. Ал швейцариялық ірімшік әдісі содан бері классикаға айналды және бүгінде әртүрлі оқулықтар мен дереккөздерде үнемі айтылады. Бұл әдістің мәнін түсіну үшін алдымызда тұрған бір тапсырманы ірімшік деп елестетейік. Біздің мақсатымыз осы ірімшікті жеп тауысу. Алайда бұл ірімшікті бірден толығымен тауысу әрдайым мүмкін емес. Кейде ол тым үлкен, кейде дәмсіз немесе басқа да себептері болуы мүмкін. Бірақ сіз тышқан стратегиясын қолдана отырып, кішкентай бөліктен тістеп азайтып, соңында ірімшікті тауыса аласыз. Бұл әдістің ерекшелігі пілді бөлшектегендей белгілі бір тәртіппен емес, тапсырма кез келген тұсынан аз-аздан орындалады. Ал пілді бөлшекте құрбақа әдістерін жоғарыдағы сілтемеден көре аласыздар. Бұл әдісті орындау барысында бұдан басқа бірнеше ережелері бар. Бірінші, тапсырманың бір бөлігін орындағаннан кейін сол тесікке қайта оралмаңыз, бірақ жаңасын жасаңыз. Екінші, ірімшікке тесік неғұрлым көп жасасаңыз, тапсырманың аяқталуы соғұрлым жақын болады. Үшінші, тапсырманы орындау кезеңдерін бірнеше қысқа кезеңдерге, әрқайсысын 10, 15, 20 минутқа бөліңіз. Төртінші, тапсырмалардың бөліктерін орындауда логикалық реттілік жасамаңыз, хаос басым болуы керек. Мысалы, үйге жөндеу жүргізу. Бұл көптеген адамдар үшін үлкен және қиын жағдай. Бұл материалдарды сатып алу, шеберлерге қоңырау шалу, дизайн таңдау және тағы басқалар. Сонымен әдіске сәйкес барлық жөндеу алдындағы жұмыстар ретсіз орындалады. Бүгін хабарландыруларды зерттеу, ертең түсқағаздар сатып алу. Арғы күні шеберге қоңырау шалу, осылай жалғастыра бересіз. Бизнесте де көбірек тесіктер жасай отырып, біз біртіндеп мақсатқа және қажетті нәтижеге қарай жылжимыз. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Бұл әдісті өмірлеріңізде қолданып көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.